Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Сұлушаш. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді болып шығатын картофель фридің жасалу жолымен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Өзімізге керекті мөлшерде картопымызды алып, қабығын ашып, жақсылап жуып, тазалап аламыз. Кейін осылай бөліктерге бөліп, видеодағыдай соломка ретінде турап аламыз. Картопымыздың крахмалын шығару үшін салқын суда 4-5 рет жақсылап жуып аламыз. Суын сорықтыру үшін осылай қағаз сүлгіге немесе мата сүлгіге осылай жайып кептіріп аламыз. Картопымыз кепкенше газға майымызды қойып қоямыз. Майымыз әбден қайнаған кезде картопымызды салып осылай қуырып аламыз. Аз бөліктен салған жақсы болады, сол кезде тезірек піседі картопымыз. Фрийімізді әбден осылай қызартып пісіріп аламыз. Әбден қызарғаннан кейін осылай майын сорықтырып аламыз. Піскен кезде осындай жұмсақ болып шығады, өте дәмді, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын.